Түнде бөлмелерінде отырған Айлин мен Берин өзара сөйлесіп, ой бөлісуде. Берин оған анасын түсініп, оның тек жақсылық тілейтінін айтады. Бірақ Айлин бұл өмірде әркім өз қамын ойлайтынын айтып, бұл сөздерге мән бермейді. Берин оған шынайы сезім болмаса, жылаудың да қажеті жоқ екенін ескертеді және кейін өкініп қалма деп кеңес береді. Алайда Айлин өз шешімін қабылдап қойғанын айтып, әңгімені аяқтайды. Осы уақытта Ахмет пен Джингиз достарымен бірге Аминаны шығарып алуға келеді. Бірақ полицейлер оны әлі тергеуге алмағанын айтып, оларды кері қайтарады. Таң ата барлығы әдеттегідей сабаққа кетіп бара жатқанда, Жәмиле Айлинге тұрмысқа шығу туралы ойламауын ескертеді. Кейін ол балаларына трикотаж цехына жұмысқа шығатынын, ал Османға Хасифенің қарайтынын айтады. Осы уақытта Каролин мен Экбер Алидің ақшасын алуды жоспарлайды. Экбер Каролинмен келісім жасамақ болады, бірақ Каролин оның айлакерлігін біліп, несие ақшасының жартысын талап етеді. Экбер амалсыз келіседі. Олар Алидің екінші үйін кепілге қойып атынан 50 мың несие рәсімдеуді жоспарлайды. Бірақ екеу ара келісіп Алиге 30 мың несие рәсімделген деп айтпақ болады. Алайда Каролин одан өз үлесін бірден талап етеді. Оның мақсаты тек Алидің ақшасы. Жәмиле жұмысқа барар жолда Османды Хасифеге қалдыруды шешеді. Ол Хасифеге жаңа жұмысқа орналасқанын айтып, бүгін алғашқы жұмыс күні екенін жеткізеді. Енесі бұл жаңалыққа қуанып, қандай жұмыс екенін сұрайды. Жәмиле трикотаж цехында балалар киімдері мен басқа да киімдерді тігетінін айтады. Олардың әңгімесін Нариман есіктің маңында тыңдап тұр. Хасифе бұл жұмысты Али тауып берді ме деп сұрағанда, Жәмиле жоқ деп жауап береді. Жұмысты оған Карджи есімді кәсіпкер ұсынғанын, және оның Карджи трика фабрикасының иесі екенін айтып жұмысына кетіп қалады. Жәмиле кеңсеге келіп, оған компания қызметкері жол көрсетеді. Олар Али мен Каролин тұрған ауданға келгенде, Жәмиле оған бұл жерде бұрын фабрика болмағанын айтып, қашан ашылғанын сұрайды. Бірақ ер адам нақты жауап бермей, жұмысына көңіл бөлуін айтып жөнімен кетеді. Фабрикаға кірген Жәмилені цех қызметкерлері жылы қарсы алып, жұмыс істеу тәртібін түсіндіреді. Ол жаңа жұмысын бастап кетеді. Бұл кезде Айлин сабаққа бармай Сонердің үйіне келіп, өз шешімін нақты қабылдағанын айтады. Сонер одан отбасын бұл шешімді білеме деп сұрайды. Айлин оған бұрын соңды оның отбасы туралы сұрақ қоймағанын еске салады. Сонер Сүлейманға Мұратты шақыртуды тапсырады. Мұрат Айлинді көріп қуанып кетеді. Айлин әдейі Сонердің қызғанышын ояту үшін Мұратқа тезірек үйлену керектігін айтады. Сонер де әдейілеп бұл сөздерді естіп, той жайлы уайымдамауды, бәрін өзі реттейтінін жеткізеді. Университетте жүрген Беринге Ахметтің достары салқын қарап, амандаспайды. Мұны сезген ол Ахметті іздеп, университет маңынан тауып алады. Берин ашуланып, оның достары Аминаны полицияға ұстап берді деп ойлап, оған жаман қарайтынын айтады. Кейін Ахметтің де солай ойлайтынын сезіп, жылап жібереді. Бірақ Ахмет сабырлы түрде оған сенетінін айтып, Беринді құшақтайды. Осы кезде Али мен Каролин қолтықтасып кеңсенің қасынан өтіп бара жатқанда, іштен Жәмиле шығып келеді. Али оны көріп бұл жерде не істеп жүргенін сұрайды. Жәмиле оған енді трикотаж цехында жұмыс істейтінін айтып, жөнімен кетеді. Али ашуланып, оның әдейі қырсығып жұмыс істеп жүргенін айтады. Бірақ Каролин оған Жәмилені ұмыту керектігін ескертеді. Жәмиле жолда келе жатып Карджи холдингі оны не үшін жұмысқа алғанын, және бұл адам оны қайдан білетінін ойлап, оның мекен жайын іздей бастайды. Ол жолдағы адамдардан оның мекен жайын сұрастырып, Хикмет Карджидің үйін тауып келеді. Есіктің ашық тұрғанын көріп, аулаға кіргенде, бассейн жанында қолында қуыршағы бар алжыған әйелді көреді. Ол әйелден Хикмет Карджиді сұрағанда, әйел оның баяғыда ұшып кеткенін айтады. Сол уақытта үй қызметшісі келіп қалып, Жәмилеге тездетіп бұл ауладан шығуды айтады. Жәмиле ер адамға Хикмет Карджиді іздеп жүргенін айтады. Ол бұл адамды танымайтынын айтып, Жәмилеге тезірек кетуін өтінеді. Үйден шыққан Жәмиле кетіп бара жатқанда, қуыршақ ұстаған әйел оны тоқтатып, Хикмет Карджины құстың ұясы деген жерден табуға болатынын айтады. Жәмиле оның жұмбақ сөздеріне таңданып, не айтқысы келгенін түсінбей аң-таң болады. Кешкілік Алидің үйіне қонаққа Кемал мен Нариман келеді. Дастархан басында Нариман Хасифе мен Жәмиленің әңгімесін естіп қалғанын айтып, Жәмиленің трикотаж цехында жұмыс істеп жүргенін хабарлайды.
Ол цехтың иесі Хикмет Карджи екенін атап өтіп, бұл адамның Жәмилені қайдан танитынын түсіне алмай, күмәндана қарайды. Али бұл ер адамның есімін естіп ойланып қалады. Бұл уақытта Сонер терезеге қарап, шарап ішіп тұрады. Сүлейман келіп, тойға дайындықты реттеп қойғанын айтқанда, Сонер ашуланып, өзін ұстай алмай стақанын жерге лақтырады. Ол Айлинге қалай ғашық болғанын түсінбей, онымен өткен күндерін есіне алады. Айлин де жылап, Сонермен бірге өткізген сәттерін ойлап мұңға батады. Таң ата Жәмиле балалармен бірге әдеттегідей жұмысқа және сабаққа кетеді. Жолда Айлин артына бұрылып, Османға қол бұлғап қоштасады. Анасы мен әпкесіне ерекше қоштасқанын байқаған Жәмиле таңданып, оған не болғанын түсінбей қалады. Мектепке келген Айлин мектеп маңына көлік тұрғанын байқайды. Ол Метемен ерекше қоштасып, оны жақсы көретінін айтады. Мете бұл қылығына таңданып күлімсіреп қалады.